Армысыздар, құрметті тыңдарман. Бүгінгі топтама адамзаттың хас дұшпаны нәпсі туралы болмақ. Арнамызбен бірге болыңыз. Табылды өз бойымнан екі дұшпан. Бірі іштен болғанда, бірі тыстан. Сөзіңді түзе, әдетіңе айналады. Әдетің мінезіңе айналады. Мінезің сенің тағдырың. Нәпсің бір көкжал бөрідей, иманың бағлан қозыдай. Егер тыю салмасаң, иманыңды жеп кетер. Расында, нәпсі құмарлығына еру патшаларды құлға айналдырады, ал сабырлық құлдарды патшаға айналдырады. Нәпсі бізді қалай басқаратынымызға байланысты. Бізді жылатып, немесе күйдіретін от сияқты. Қулық, сұмдық, ұрлықпен мал жиналмас, сұм нәпсің үйір болса тез тыйылмас. Зиян шекпей қалмайсың ондай істен, мал кетер, мазан кетер, ар бұйырмас. Жүрек сұлтан нәпсіге. Адам баласы нәпсінің құлы, маңдайы тасқа тимей тоқтамайды. Өз өмір құралдарың болсын, бірақ құралдарыңды нәпсіңнің ығына қарай қолданба. Ойлау деңгейі төмендерден алыс бол. Бірақ өзіңнен жоғары болғандарға еріп, оларға құл болма. Өз-өзіңе сенімділігің жоғары болсын. Бірақ сенімділікті тәкаппарлықпен жойып алма. Өзіңнің еншіне нәсіп болғанға шүкір етіп, оған лайық болуға тырыс. Әрбір адам өз әрекетін, нәпсісін тізгенде дұрыс ұстауы қажет. Еркекте бір нәпсі 9 ақыл бар. Әйелде бір ақыл 9 нәпсі бар. Еркек 9 ақылмен бір нәпсісін жеңе алмайды екен. Әйел бір ақылмен 9 нәпсісін жеңе алады екен. Дүние ойлай берсем жалған дейді. Әркімді әлекке тек салған дейді. Дүниені өлгенше қуып, аузы аңқиып құр босқа қалған дейді. Нәпсісін тиған қызармас. Бар жақсылық ақылменен келеді. Кісі ақылмен аты мәшһүр келелі. Малдан адам айырмасы ақылда. Малда ми бар, жоқ қой ақыл мақылда. Кісілердің кісілігі ақылда. Білім болса адам дана батырда. Нағыз байлық дүниенің ағыл тегіл көптігі емес. Нағыз байлық жан дүниенің байлығы, яғни барға қанағат етіп, әрі ешкімге мұқтаж болмай күн кешу. Аспандағы құсты жердегі жем ұятқа қалдырады. Айдай ажарыңды иттей нәпсі тоздырады. Нәпсі арды айтқызбайды. Ашу ақылдың дұшпаны, нәпсі иманның дұшпаны. Нәпсім көкжал бөрідей, иманым бағлан қозыдай. Мықты адам өз нәпсісін тізгіндеп, рухани кемелділікке ұмтылатын адам. Нәпсімен күресу әрдайым дәрігердің қарауында болған ауыр сырқатқа ұшыраған адамды емдеу тәрізді. Адам онымен әркез күрес үстінде болуы керек. Жұмақта нәпсімізге зияндық жоқ. Бұл өмірде нәпсімізге зияндық көп. Өзінің жаман нәпсіңдікі болма, әркез тек Алланыкі бол. Нәпсінің қу мінезін тілде үйренеді. Қазақта жоқ ақылмен ой бекітпек. Нәпсі ұнаса болғаны бәрі бітпек. Тәуекел деп ат қойып ықтималға, байлауы жоқ нәрседен пайда күткен. Алдында жатқан көлденең, нәпсісін жеңген батырмын. Өлімге барар жол менен өмірде жүріп жатырмын. Біздің заң деп жүргеніміздің жартысы нәпсінің қалауынан басқа ештеңе емес.
Ақылды кетіретін нәрсе ашу ыза. Дінді құртатын нәрсе қызғаныш. Ар ұятты құртатын нәрсе нәпсі. Жақсы амалдарды құртатын нәрсе ғайбат сөз. Дүние мүлік сізге жағымпаздарды тартады. Сұлулық сізге нәпсі құмарларды тартады. Көркем мінез сізге өмір бойы қалатын сенімді достарды тартады. Іштен шыққан жау жаман. Есеп алынбай тұрып, өзіңе өзің есеп бер. Кім өзіне Алладан артық дос бар деп ойласа, Алла тағала жайлы танымы аз болғаны. Кімнің өзіне нәпсісінен артық дұшпан бар деген ойы болса, нәпсісін дұрыс білмегені. Нәпсі күмәннің ең жақын досы. Нәпсіңді өшірушілерден емес, тізгіндеушілерден бол. Басыңа қандайда бір іс түссе де, өмірден түңілме. Жалпы нәпсіні тәрбиелеудің бірнеше жолдарына тоқталсақ. Әрдайым Алланың бақылауында екеніңді естен шығарма. Қол жеткізген табыстарың мен келіп жатқан нығметті Алладан екенін ескер. Өзгенің қателігін іздегеннен бұрын өз бойыңдағы қателігіңді көр. Жасаған күнәларды жадыда сақта. Нәпсіге қарсы дұғада бол. Расында Алла тағала періштеге ақыл берді, алайда нәпсі бермеді. Жануарға нәпсі берді, бірақ ақыл бермеді. Ал пенде құлына ақылда нәпсі де берген. Егерде адам өз нәпсісін бағындырса, дәрежесі періштеден жоғары болады. Ал керісінше ақылын нәпсісіне бағындыратын болса, жануардан да төмен дәрежеге ие болады. Өзімнен кейінгі қалатын үмбеттерім үшін 3 нәрседен қорқамын. Нәпсіге беріліп, тура жолдан таю. Өзін өзі жақсы көрушілікке, сезім құмарлыққа беріліп кету. Ғылымға, білімге ие бола тұрып, білімсіздің ісімен айналасу. Құрметті тыңдарман, ана тілді арнамыздың дамуын қолдай отырыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.